Астана Арена қазақ футболының құт мекеніне айналған стадион. Дәл осы аренада қазақстандық клубтар, ұлттық құрама барлығы талай мықтыны тұсаулап, мүмкін емес деген жеңістерге қол жеткізгенін білеміз. Бүгін де Астана үшін өте қиын жағдай. Сырт алаңда Лозаннадан 1-3 есебімен ұтылдық. Енді келесі кезеңге өту мүмкіндігін сақтау үшін негізгі уақытта кемінде 2 гол соғып өз қақпамызға гол жібермеуіміз керек. Сонда ғана қосымша уақыт пенальтилер сериясы бәлкім ары қарай біз жеңісті жұлып алармыз. Ал 3 гол айырмасымен ұтып жатсақ, негізгі уақытта тіпті керемет болатын еді. Плей-офф кезеңіне Астанаға өтеді деген үміт бар, сенім бар. Сол үміттің жетегінде сеніммен бірге келіп отырмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Айбек Қабылша YouTube арнасында қазақстандық команданың, қазақ футболының жеңісін бірге тойлайық. Ал міне Бисмиллахир-рахманир-рахим, футболистер алаңға қарай бет алды. Қақпасының маңына жақындады. Томас бас шығарған әттең, бірақ қарсыластың қақпашысы қағып алды. Команданы әндетіп қолдаудың артықшылығын қараңыздаршы. Мына жерге көп болса 20-30 ғана жанкүйер жиналған Лозаннаның. Бірақ 30 мыңдық Астана Аренаны күңірентіп тұр. Яғни команданың атын айтып, айқайлап, қышқырып, тамағын ауыртып атқан жоқ. Өз рахатына футболдан ләззат алып, ұрандатып, әндетуде. Және командасына да керемет қолдау білдіруде. Міне, бізде егер біздің футболшылар әлемдік деңгейде ойнап, әлемдік деңгейде доп тепкенін қаласақ, әлемдік деңгейде командамызды қолдап үйренейік. Қазір Астана шабуылдап келеді. Тәртіп бұзылды. Тәртіп бұзылды. Камараны дәл қазір шалып жықты. Әттең, қақпаға бағытталған алғашқы соққы айып соққысынан болды, және ол қиыс кетті. Дегенмен, кездесудің бар болғаны 7-ші минут өтуде. Әлі алда 83 минут бар. Міне. Сәл ғана жетпей қалды. Камара. Sarı qağaz. Шамалы. Жақындап келеді. Бір голдың бір исі шыға бастады. Негізі қақпашыға қарсы ешқандай да тәртіп бұзылған жоқ. Төреші реті келсе бір қонақтардың пайдасына сықырып атқан сияқты. Маған солай, сіздерге қалай? Қақпашы мен төрешінің киімінің жейдесі бірдей, байқасаңыздар, Менің ойымша, Камараға қазір пас беретін адам іздеудің қажеті жоқ. Бұлш еткізген соққы жасау керек. Бұл тисе терекке, тимесе бұтаққа атасына қаледі. Алыс бұрышты көздеп қойып, оның қысқа пас мұнарда өте қиын. Айбалаңның тұсында ірі Лозаннаның қорғаушылары, сондықтан алыстан бір-екі рет ұрып көру керек сияқты. Қалай ойлайсыздар, Тамаша сейв жасады қазір.
Мұхамеджан Сейсен байқадыңыздар ғой, 9-ға кетіп бара жатыр еді көп. Бірақ Сейсеннің сейві әрқашан дайын. Болды. Мәселе шешілді. Өкінішті. Екінші таймда 2 гол соғамыз деп едік. Өз қақпамызға гол жіберіп алдық. 48-ші минут. 0-1. Үміт өшті ғой деймін. Әлімжан, үміт бар ма? Өте қиын Айбек аға. Өте қиын. Жаңа 3 гол соғып енді біз келесі кезеңге шығарады деп отыратын болсақ, енді 3 гол бізді қазір тек қана овертаймға баратын болады. Қиын, бірақ сол бірінші таймдағыдай қазір мойымай, қолды түсірмей, шабуылдай берсек, кім біледі не өтіп кетеді. Сену керек. Үміт бар әлі, әрине бар. Бұл Астана арена, камбэк арена дейміз. Әрине үміт әрқашанда бар. Әлі 40 минут ойын бар. Әлі 3 гол салуға мүмкіндік болады, мен ойымша. Ең бастысы қазір ойыншылар сену керек дейсің ғой, иә? Ойыншылар сену керек. Собраться надо. Рахмет. Асудиян боқтайын десем да болмайды. Боқтамасқа қоймайды. Ішімнен жіберіп жатыр бірақ. Дымын қалдырып жатқан жоқ. Құдай өзге шешсін. Не істеуге болады? Бір адам алаңның ортасынан бастап қорғаушысын, қақпашысын бәрін алдап бос қақпаға салып отырса, не істеуге болады? Сөз жоқ, сөз жоқ. Сөз жоқ. Сіздер айтыңыздаршы. Айтарларыңызды айтып қалыңыздар осы. Не істеуге болады? Неге Лозаннадан біз өз алаңымыздан 0-2 ұтылып жатырмыз? Неге кірмеді мынау доп неге кірмеді? Грипшидің соққысы. Не істеу керек енді гол кіру үшін? Неге бір доп домалап кіре салмайды осы қақпаға? Неге бір оңай олжа бұйыра салмайды бізге? Бір Нұралы жақсылық қазір гол соғып көткенде Нұралы үшін жақсы болатын еді. Одан бір жеңіске жетіп, ойынды құтқармасақ та, қазақтың баласы жас ойыншы өзіне бір сенімділік артып, ол да жоқ. Биыл дым жоқ дегендей болып тұр. Сонымен 90-шы минут түгесілді. Төреші 2 минут қосты. Қонақтар 2 гол соқты. Негізі сол 2 голды біз соқсақ қазір қосымша 30 минуттық экстра тайм көру керек еді. Бірақ бұйырмады. Бүгін біз көргіміз келген қос голды да қонақтар соқты. Амал жоқ. Астана биылғы Евро жорықты дәл осы кезеңнен аяқтайды. Плей-оффқа жете алмадық. Білмеймін, өкпелеуге бола ма жігіттерге? Өкпелеудің қажетті жоқ шығар, е? Астана қолынан келген жасады. Бірақ Лозанна бізден мықты екен. Мойындайық. Мықтының мықтылығын мойындауда мықтылық дейді ғой. Тым болмаса осы жағынан мықты болайықша, мойындау жағынан. Қайратқа сәттілік тілейміз бұйыртса Селтикпен болатын матчта. Ал қалған қазақстандық командалар биыл топтық кезеңге жете алмады. Ассалаумағалейкум, Абзал. 1 минут жанкүйерлерге бір ауыз ойын жайлы айтып берсең. Не болды, не жетпеді? Барлығы жеткен жоқ. Өзіміздің ойынды ойнай алмадық. Енді білмеймін даже.
айтатын сөз жоқ, оправдание жоқ дейді. Бәрі өзіміз күнәміз. Бірінші матчтағы 2 гол қаншалықты әсер етті? 2 гол әсер еткенде бізде 2 гол айырмашылық. иә, біз енді Ранында да сондай болды ғой, өткен жылы. Енді сол өткен жылғы нені қайталаймыз ба деп ойлағанбыз. Өзіміздің алаңда, Астана Аренада осынша жанкүйерлердің қолдауымен ұтамыз деген ниет болды. Енді өзіңіз көргенде. Үзілісте не айтып еді бас бапкер? Неге Астана екінші таймда жылдам гол жіберіп алды деп ойлайсыз? Үзілісте біз болған жоқпыз. Мен екінші таймда шыққаннан кейін кірген жоқпын. Ал қазір енді басты мақсат чемпиондыққа ғой, иә? Иә, Құдай қаласа енді тек чемпионат қалды, соны ұтсақ, келесі жылы лига чемпионаттарда ойнауға тырысамыз. Бүгін голды қолдап келген жанкүйерлерге бір ауыз лебізіңді білдірсең. Үлкен рахмет жанкүйерлерге. Қаншалықты ұзақ күткен ойынды жіберіп алдық. Сағынышты баса алмадық, сонымен енді кешірім сұраймыз. Рахмет, абзал сәттілік. Міне, осылай қазір ғана Астананың капитаны Абзал Бейсебековтің сұхбатын алдық. Рахмет, команда капитаны қазір жанкүйерлерден кешірім сұрады, үмітті ақтай алмаған үшін. Ал ендеше елордалықтар Қазақстан премьер-лигасында топ жару үшін қолдан келгеннің барлығын жасайтынына сенімдіміз. Астана Аренаға чемпиондар лигасын алып келуге Григорий Бабаян шәкірттер тырысады. Алда қызықты ойындар бар Қазақстан премьер-лигасында. Астанада, Тобылда биыл Еврокубоктың топтық кезеңінде ойнайтын қайратты жүлдеден, бас жүлдеден айыруға тырысатыны белгілі. Қазақстан премьер-лигасын көрейік, қазақ футболына жанкүйер болайық. Ел футболын бірге көтерейік. Жеңісті күндерде жүздесейік.